Жамбыл мектептері оқушыларға есіктерін қайта айқарашпақ. Ағымдағы жылдың 4-ші тоқсанында 229 мектеп дәстүрлі форматта оқитын болды. Бұл туралы бүгін өмірлік коммуникациялар қызмет алаңында білім басқармасының мамандары мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз Роза Әмірханның материалында. Жамбыл жасыл аймақта болғандықтан оқу үрдісін дәстүрлі және аралас форматта ұйымдастыру көзделіп отыр. Бірақ бұл барлық бала мектепке барып оқиды деген сөз емес. Сыныпта оқушы саны 25-тен аспауы тиіс. Оған қоса, сынып ішінде оқушылардың маска тағуы міндетті емес дейді білім басшысы. Сонымен қатар сабақтың үстінде балаларға тақпауға болады, бірақ мұғалімдер сол бетпердемен жүреді. Бірақ үзіліске шыққан кезде балалар бір-бірімен қарым-қатынасқа түседі. Сол сыныптағы болсын, сол себептен балалардың маска тағуын біз ұсынамыз. Жиында мектеп түлектерін қорытынды аттестаттау мәселесі де айтылды. Алдағы мамыр мен маусым айларында 9-шы сынып оқушылары 3 пәннен, ал 11-ші сынып 4 пәннен емтихан тапсырулары тиіс. Барлық емтихандар жазбаша түрде өтетін болады. Роза Әмірхан, Шыңғысхан Кеңесхан, Мирас Өмірзақ, Тараз 24.